Бәріңе сәлем, құрметті оқушылар. Бүгін физика 25 маусымның есептерін көрейік. Қандай есептер бар екен бізде? Жалпынан сәл түсіріп қойайын. Көрінбей қалуы мүмкін. Ал садақтан тік жоғары атылған жебе 6 секунд өткенде жерге түседі дейді. Жебенің бастапқы жылдамдығы және көтерілу биіктігін табыңыз. Мен қазір 1 минут тексеріп алайын. 1 естіліп тұр. 26 секунд кетті. Ал бастаймыз онда. Садақтан тік жоғары атылған жебе 6 секундта өзіне орнына қайтады екен. Сонда қараңыздар, бұл жерде т көтерілу уақыты қаншаға тең болып тұр? Әрине ол жоғары қарай барып қайтадан келу уақыты 6 секунд болса, жай ғана көтерілуі 3 секунд болады. Сонда т көтерілуі 3 секунд. Түсіндік қой, себебі қара, 6 секунд өткенде жерге түседі дейді. Баруы 3 секунд, қайтуы 3 секунд. Көтерілу биіктігі уақыты мен түсу уақыты бірдей болады. Сондықтан көтерілу уақытын біз 3 секунд деп аламыз. Келесі, жебенің бастапқы жылдамдығы және көтерілу биіктігін табыңыз дейді. Т көтерілу ол v0 бөлінген g. Осы формуламен v0 тауып аламын. v0 дегеніміз tk көбейту g, яғни 3 көбейту 10 немесе 30 метр секунд. Жауабы А. Келесі, максимал көтерілу биіктігі h максимум дегеніміз бізде gt квадрат бөлінген 2 не болмаса v0 квадрат бөлінген 2g. Осыны қолдана салайық екіншісін. Сонда 30-ның квадраты бөлінген 2 көбейту 10 немесе 900 бөлінген 20, мына қысқарса 45 метр болады. А және В деген жауаптар. Қалған тексеріп көрейік, қалғандар дұрыс емес. Келесі есепке көшейік. Суретте бір атомда идеал газ күйінің өзгеру процесі дейді. Нақты жазуы шықпай қапты. Егер дейді. Егер P0 0,1 мегапаскаль болса, V0 ол 2 литр болса, газдың ішкі энергиясының өзгерісі. Бұл жерде қандай процесс? Бұл жерде изотермиялы процесс, себебі шекесінде P мен V тұратын болса, бұл изотермиялы процесс. Сосын бір атомда деп тұр. Бұл жерде формула мынандай. Ішкі энергияның өзгерісі коэффициенті 2-ден 3 P V дельтасы бар. Неге бұлай жаздым? Негізінде бізде формула мынау тең 2-ден 3 нью РТ. Бірақ өздерің білесіңдер, PV ол тең нью РТ-ға. Сонда нью РТ-ның орнына мен PV-ны қоя саламын. Бірақ енді бізде P-да, V-да өзгеріп жатыр. Сондықтан да дельта PV деп қоямын. Енді бұны ашатын болсам 2-ден 3, мына жаққа P2 V2 болады, ал мына жерге P1 V1 болады. Яғни соңғы 2 қысым мен көлемнің көбейтіндісі бастапқы қысым мен көлемнің көбейтіндісінен азайтамыз. Ол үшін бізде керекті нәрселер P2 мен V2, P1 V1 олар қаншаға тең? P2 V2 дегеніміз, қарашы, P0 өзі, қазір мен керек нәрселерін бәрін жазып шығайыншы, асықпай. Бізге не керек? Бізге P1 керек, P1 деген ол бастапқысы. Сонда P1 дегеніміз ол өзі жазылып тұр 0,1 мегапаскаль, немесе 10-ның 5 дәрежесі паскаль деуге болады. Келесі V1 ол 2 литр, яғни 2 көбейту 10-ның -3 дәрежесі. Келесі P2 ол дегеніміз P2 бізге 1,5 P0 деп тұр. Значит, 1,5-ға көбейтем. 1,5 көбейту 10-ның 5 дәрежесі паскаль. Ал V2 дегеніміз бізде қанша? 3 есе болып тұр. Значит, 6 көбейту 10-ның -3 дәрежесі. Енді орнына қоямыз. Бізде 2-ден 3, дельта уды қойып қоя салайын, тең P2 мен V2-ні көбейтетін болсам, мына екеуін көбейтсем, 6 мен 1,5-ді көбейтсем 9 болады. Дәрежесі бізде 10-ның 2 дәрежесі. Азайтылған. Енді мына екеуін көбейтсем, 2 көбейту 10-ның 2 дәрежесі. Значит, 700 болады екен, іші. 3 бөлінген 2 көбейту 700. Мына мен қысқарса 350. 350-ді 3 көбейтсең, 1050 болады екен. 1050 джоуль. Әрине, мына жерде минус бар. Бірақ өздерің ойлаңдар, температура артып жатса, значит, ол минус болмайды, плюс болады. Келесі. Мына есепті кеше ғана шығардық. Екеуін түйістірген кезде 2 мен -4-ті түйістірсек, түйістіру деген сөз ол екеуін қосу, яғни -2 ньютон кулон болады, нанокулон болады. Және оларды қайтадан 2-ге бөлген кезде -1 және -1 болады. Яғни бізде кеше шығарғанымыз бойынша мынау Е жауабы болады. Әрине, ол жерде бізде есімде болса В жауабы еді. Значит, варианттары ауысып келеді, бірақ есептері бірдей. Келесі, шам жинағыш линзадан 2F қашықтықта орналасса дейді. Экранда қандай кескін пайда болады? Әрине, бұның суретін салып көрсетуге де болады. Немесе бізде қандай болу керек? Шын
тура және шын төңкерілген өзгермеген деген жауап болады жауабы. Шын төңкерілген өзгермеген. Әрине бұны енді сендер жаттап алмағансыңдар. Бізде әртүрлі бар ғой, f-ке дейін бар, f-тің өзі бар, f-тен кейін де бар, 2f бар, 2f-тен кейін бар. 5 түрлі жағдай бар. Оның бәрін сендер жаттай алмайсыңдар. Сондықтан да мен сендерге суретін салып көрсетейін. Әрине қолдарында клеткалы парақ болатын болса, онда мен былайынан салайын. Мынау бізде бас оптикалық өз, мынау жинағыш линза осылай салынады. Так, мынау f болсын. Бізде не дейді? 2f қашықта орналассақ, яғни мына жақта болсын. Біздің нәрсеміз ұзындығы примерно осындай болсын. Иә, бір клетка немесе екі клетка қылып салып қоя аласыңдар. Міне, бара жатады, бірінші параллель бара жатады да, мына тура осындай f-те ол қиылысып өтеді. Келесі, екінші сызықты біз мынаның ұшынан және мынаның басын қосамыз. Негізінде сәл әдемі қосқан кезде сәл кішірек, яғни мынау кәдімгі мысалы 2 см қылып салсаңдар, мына жақта шығатыны 2 см-ден сәл аз болады. Мысалы 1,5 ба сондай болады. Значит, ол кішірек. Жоқ, 1,5 емес. Тура болып шығады негізінде. Енді сендерге қалай дәлелдесем екен, ол тура болады, өтірік болатын. Сол үшін сендерге клетка дайындап қояйын. Клетка бар ма бізде? Клетка в студию. Так, мен өшіріп тастадым интернетті. Және қайтадан қосам. Қазір 1 минут. Клеткалармен сендерге дәлелдеп көрсететін боламын. Алдын ала неге білмегем. Негізі бұл есептерді мен сразу ашып, сразу бастап кетемін сабақ негізінде. Себебі оны жинақтайтын көмекшілерім бар. Көмекші бар, сол жинап береді, маған жібереді. Яғни бұны алдын ала көрмегем. Кеттік. Клетка дейміз, не дейміз? Міне, уже дайын. Суреттер дайын. Мынаны ала салайық. Ақшылдауын. Клеткамен салсақ, просто әдемі және дәлелденіп көрсетеді да. Копировать. Ал былай сала берсек, ол дұрыс болмай қалады. Бізде 2f қашықтық деп тұр, иә? Міне. Так, осыған сала берейік. Көрініп тұр деген ойдамын. Міне. Мына бір осылай баланы саламыз. Сонда сендерге айтарым, анау теорияның бәрін жаттаудың қажеті жоқ, просто сурет салсақ болды. Сурет салу үшін бізге бас оптикалық өз керек бірінші. Бас оптикалық өз. Бұны енді курста үйреткенмін. Мынау бізде линза болсын. Иә? Мынау бізде линза. Мынау бізде 2 клетка, әр 2 клетка бізде фокус болсын. Сонда мынау 2f деген болады. Мына жақта f, енді ұзындығы примерно мынандай болсын. Мына линзаны сәл созайықшы. Ұзындығы 2 клетка болсын. Осындай бір дене болсын, иә? Осындай бір дене. Міне. Мынау біздің нәрсеміз. Енді басқа түспен көрсетейін, біз сызып көрсетеміз. Ең бірінші бізде екі ақ нәрсе салсақ болды негізінде. Біріншісі, ол параллель келе жатады. Мына бас оптикалық өске параллель келе жатады да. Сосын бар, мына f-пен қиылысады. Әдемілеп линейкамен салсақ, примерно осымен қиылысып, былай қарай өтеді. Міне. Осылай кетеді. Ал осылайына салатын болсақ, міне. Негіз мына жер емес, енді мына жақпен салыну керек еді. Осымен қиылысу керек еді. Міне. Сонда бұл не екен? Әрине нәрсемен кескін екі жақта болса, онда ол шын болады. Төңкерілген және өлшемі мына жақта 2 клетка болса, мына жақта да 2 клетка. Значит, бұл өзгермеген. Түсіндік қой, немесе тура сол өлшемде. Сонда қараңыздаршы, мен айтқан жауабым дұрыс па? Шын деген. Шын дегеніміз не ол? Шын және жалған деген не ол? Шын дегеніміз ол нәрсемен кескін екі жақта тұратын болса, онда ол шын. Ал егер екеуі бір жақта тұратын болса, онда ол жалған болады. Бірақ бізде енді екі жақта орналасқан, сол үшін шын төңкерілген екенін суреттен көріп тұрсыңдар, және ол өзгермеген. Бұл осылай таба саламыз. Келесі. Суретте идеал газдың күйінің өзгеруінің түрлері, процестер көрсетілген екен. Осы процестер үшін дұрыс тұжырымды тап дейді. Әрине бізде әріптермен белгіленген А, мына жақта А, мынау не екен? Мынау Б ма? Мынау Г, мынау В. Қараңдар, А мен Б-ның арасы. Мынаның арасы қанша? Біз енді суретті былай сендерге анық көрсетейін. Маған да негізі анық болып көрініп тұрған жоқ. Мынау қысым бізде, мынау бізде көлем.
Аха, мына точкадан мына точкаға қарай жүрсең, ол адам B-ға қарай екен. Ал былай қарай жүретін болсаң, онда ол мынау Z па не ол? G деп ала салайыншы. Ал былай қарай жүретін болсақ, онда ол V болады. Ал онда көрейік. Адам B-ға қарай. Қараңыздаршы, мен айтып өткем, қандай да бір P деген, мысалы, мына жақта P-ға перпендикуляр болып тұрса, онда ол P конус деген сөз. P конус ол изобара. Сонда A мен B-ның арасы, яғни мына мен мынаның арасы, онда изобара ол. AB деген ол изобара. Е жауабы дұрыс болады. Келесі, егер ол көлемге, яғни мынау көлемге перпендикуляр болып тұрса, онда ол изохора. Сонда мынау астында А мен Г ол изохора деген сөз. В жауабы. Сосын барып енді мынау А мен Б ол енді изотермия. А, В деген изотерма. Ол қайда жазылған енді? Міне G жауабы. Енді қараңыздар, бұл жерде сендер қарап тұрсаңдар адиабата деген нәрсе жоқ, дұрыс па? Негізі адиабатаны беріп қойса, онда шатасатын едік. Себебі адиабатаның да графигі осы изотермияға қатты ұқсас. Соны қой. Бірақ енді бұл жерде үш ақ процесс, сондықтан да бізге қуанышқа орай шатаспаймыз. Келесі, біртекті магнит өрісіндегі ауданы мынандай, S тең 1 см квадрат болса, онда ол метр айналдыру үшін 1 көбейту 10-ның -4 дәрежесі метр квадрат дейміз. Тең рамкаға әрекет ететін максимал айналу моменті m тең 2 көбейту 10-ның -6 дәрежесі, рамкадағы ток күші I тең 0,5 ампер. Келесі, магнит өрісінің индукциясы қандай? В-ны тап дейді. Бізде m тең 5 деген формула бар. Осы жерде бізде енді бұрыш берілмеген, сондықтан да не тау керек бізге? Бағанағы В, В деген ол m бөлу is болады. Сонда m деген 2 көбейту 10-ның -6 дәрежесі, I деген 0,5, S деген ол 10-ның -4 дәрежесі. Мына мен қысқарып 4 болады, мына мен қысқарып 10-ның -2 дәрежесі болады. Сонда мынау D жауабы, және E жауабы, және 0,04 дегенге қайсысы келеді тағыра? Әрине 0,4 деген келмейді, және мынау бізге келмейді. Сондықтан D және E деген жауаптарды аламыз. Келесі, 29. Изохоралық қыздыру кезінде идеал газ температурасы дельта 45 кельвинге, ал қысымы мынандайға артты дейді. Газдың бастапқы температурасы қандай? Қараңыздар, изохора десе В конус болады. Сонда менде PVT дегенде мен V-ны өшіріп тастаймын. Сонда P1 бөлінген T1 тең P2 бөлінген T2 болсын. Қараңыздар, бастапқы кезде T1 ол жай ғана T болсын, T2 ол қандай болады? 45-ке артты дейді. Сонда T қосылған 45. Ал енді P1 дегеніміз ол P болсын жай ғана, яғни бастапқыдағы. Ал P2 деген ол енді 15% артты деген сөз 1/15. Түсіндік қой. Орнына қоямыз. Сол кезде маған газдың бастапқы температурасын, яғни T-ны табу керек. Сұрау белгісі T. Сонда P1 деген P бөлінген T тең P2 деген 1/15 P, мына жақта T қосылған 45. P мен P қысқарады. 1/15 T тең T қосылған 45. 0,15 T тең 45. T тең 45-ті 0,15-ке бөлеміз. Ой. 300 деген шығады екен. 300 кельвин. T тең 300 кельвин екен. 300 кельвин деген С жауабы. Келесі. Импульс берілген фотонның энергиясын тап дейді. Қазір 1 минут. Бізде мынандай формула бар. E тең mc квадрат деген. Енді осы жерде біздің негізі динамикадағы өткен импульсіміз қандай формуласы? mv. Бұл жерде енді бұның орнында С тұрады. Сонда мынаны ашатын болсақ, E тең mc көбейтілген тағы да С, mc бізде импульсті береді. Себебі масса мен жылдамдықтың көбейтіндісі. Сонда E тең бізде PS деген формула. Немесе пысық. Энергиясы мықты болса, пысық деген формула. Ал енді кеттік. Сонда энергиясын табу үшін E тең P деген бізде 1/33 көбейту 10-ның -27 дәрежесі көбейтілген 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі. Сонда 1/33 пен 3-ті көбейтетін болсам, бізде примерно шығады, қазір айтамын. 4 шығады почти. 4 көбейтілген 10-ның -19 дәрежесі. Бұл джоль түрінде алған кезде. Яғни мынау
А, Б, С, Д, Е. Так, А, Б, С, Д, Е деген жауап. Ал электронды вольтпен алатын болсақ, әрине оның не істеу керек? Бөлуіміз керек 1/6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі. Мына мен қысқарады, 4-ті 1/6-ға бөлетін болсам, 2,5 шыға ма? 2,5 шығар екен. 2,5 электронды вольт деген С жауабы. Болды. Мына жақта енді жауаптарын көре алмай жатырмын, бірақ енді солай болады деп ойлаймын. 2,5 электронды вольтты миллиге айналдыру үшін оған 3 нөлді қосуым керек, яғни 2500 милли электронды вольт болады. Бірақ ондай жауап астында бар болса әрине дұрыс, ал жоқ болса онда емес. Келесі, циклдік процесс нәтижесінде газ 500 жол энергия алып, 100 жол жұмыс атқарса, пайдалы әсер коэффициенті. Пайдалы әсер коэффициентінің формасы А бөлінген Q1. Q1 деген ол алған энергия, ал А деген ол жұмыс көбейтілген 100%. Сонда орнына қойсам 100 бөлінген 500 көбейтілген тағы да 100, мына мен қысқарады 5, 100-ді 5-ке бөлсем 20% деген жауап болады екен бұл жерде. Мына формуланы қолданамыз, мына көбейту. Келесі, денедегі молекулалардың үздіксіз қауіпсіз қозғалыста болатынның көрнекті тәжірибелік дәлелі, әрине ол броундық қозғалыс. Түсінді қой, броундық қозғалыс. Әрине ең басында ол Роберт Кук екен. Роберт Кукты туралы айтайын деп тұрмын мен тағы. Темекі жапырақтарын көргеннен кейін, солардың молекулалары деген сияқты бір биологияда бар еді, сол есіме түсіп кетті. Броундық қозғалыс немесе жылулық қозғалыс десек болады. Ломоносов зерттеген, бұны Эйнштейн зерттеген, және Броунның өзі зерттеген. Келесі, ток көзінен ажыратылған конденсатордың сыйымдылығын 4 есе кемітсе, электр өрісінің энергиясы. Бұл жерде бізде формула мынандай. Бізде СУ квадрат бөлінген 2 деген формула бар, және К квадрат бөлінген 2С деген формула бар. Әрине, мынау ток көзіне қосылған десе біріншісі, ал ток көзінен ажыратылған десе екіншісін қолданамыз. Шатасып жүрмеңдер. Неге олай айтып жатырмын? Себебі бірінші формуланы қолданатын болсақ, бірінші формулада өздерің көріп тұрсыңдар, энергия мен сыйымдылық бір-біріне тура пропорционал болып тұр. Ал енді екінші формулаға қарайтын болсақ, энергия қарама-қарсы сыйымдылыққа. Сонда менде қайсысын тануым керек? Екеуі екі түрлі, шатастыратын жағдай, ток көзінен ажыратылған десе, мен екіншісін қолданамын. Сонда мына екеуі бір-біріне қарама-қарсы. Сонда сыйымдылық 4 есе кемсе, энергия артады 4 есе. Сонда С 4 есе артады деген жауапқа белгілейді екен. Түсініп қой, екі формуланы жазып алайық. Әрине, біріншісі зарядталған ток көзіне қосылған десе біріншісі, осын ал астындағысы ол ток көзінен ажыратылған деген сөз. Келесі, заряд тасымалдаушылары тек қана иондар болып келетін өткізгіштер түрі. Жартылай өткізгіш дегеніміз ол ондай емес, иондар мен электрондар бар. Электролиттер деген жауабы дұрыс. Бізде тек қана иондар болады. Иондалған газ емес, бұл жерде кемтік болады. Мына жерде кемтік мына жерде болады. Кемтік пен электрон. Ал мына жерде электрон мен ион. Плазма дегенді естімедім. Ол басқа түрі, заттың басқа түрі. Металдарда электрондар. Толқын ұзындығы бар фотон энергиясын тап дейді. Е тең H бөлінген лямбда. Яғни 6,63 көбейту 10-ның минус 34 дәрежесі көбейту 3-дің 10-ның 8 дәрежесі бөлінген лямбдамыз қаншаға тең? 280 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі тең болады екен. Сонда 6-да 63 көбейтілген бізде қанша? 3 бөлеміз 280. 0,07 екен, көбейтеміз. Енді мынау плюс 9 дәреже болып кетеді. Мына екен болса 17, мынамен 10-ның минус 17 дәрежесі. Немесе оны 7-ге айналдырамыз ғой бұл жерде. 7-ге айналдырамыз. 7-де 1 деп қоя салайын. 2 үтіріп былай жасасақ, 10-ның минус 19 дәрежесі болады. Яғни бізде В жауабы болады екен. Келесі, жоқ ар жағындағы санға қарайық бірінші. Мына 7 1 деп тұр мына жақта. Дұрыс. Келесі, жылу машинасының қыздырғышының тоқтай тұр. Жылу машинасы қыздырғышының температурасы салқындатқыш температурасынан 2 есе артық дейді. Сонда қара, салқындатқыш десе, бізде Т2 ғой, салқындатқыш. Ол Т2. Значит, ол Т деп алсақ, қыздырғыш қандай екен? Ол Т1, ол қанша есе екен? 2 есе артық екен. Яғни 2Т. Салқындатқыш жай ғана Т болса, мынау 2Т екен. Келесі, егер қыздырғыштың температурасын қанша есе, мына жақта бір нәрсе есе арттырып, ал салқындатқыштың температурасын 2 есе кемітсе, жылу машинасының пәкі. Әрине, мына жерде енді бір сөзі айтылмай қапты. Қыздырғыштың температурасын қанша есе арттырса деген. Сол білмей тұрмын. Сондықтан да мен 2 деп ала салайын, оны ойша.
яғни қыздырғыштың температурасын 2 есе арттырып, салқындатқышын 2 есе кемітсе дейді. Сонда былай ғой, қыздырғыштың 2 есе арттырса, ол 4Т болады. Иә? Мынау бірінші жағдай болсын. Мынау екінші жағдайда. Т2 бізде 2 есе кемітті десе, Т бөлінген 2 болады. Бірінші жағдайдағы факті көрейік. Қыздырғыштан азайтамыз, салқындатқышты бөлеміз қыздырғыштың несіне. Тең Т бөлінген 2Т, мынамен қысқарады 0,5. Немесе 100-ге көбейтсек, бізде 50% болады. Келесі екіншісін көрейік. 4Т азайтылған Т бөлінген 2 бөлінген 4Т. Мынаны азайтатын болсамыз, 8Т азайтылған Т бөлінген 2 бөлінген 4Т тең 8Т болып 2 астына түседі. 7Т, Т мен Т кетеді, 100-ге көбейтсек, бізде 87,5 деген шығады. 87,5%. Сонда бізде артқан екен. Түсіндік қой, басында 50% болды, кейін 87,5% болды. Сонда кемейді дегендерді сылтаймыз. Бірақ қанша есе артты десе, 87,5-ті 50-ге бөлеміз. Бірде 75-ке артады екен. Е жауабы. Болды, екі жағдайды просто осылай шығара саламыз. Келесі екеуілік коэффициенті туралы есеп. Екеуілік коэффициенті 0, 2 көлбеулік бұрышы 30 градус көлбеу жазықтық бойымен білеушенің сырғанап түсу үдеуі дейді. Тоқтай тұрыңдар, сырғанап түсу десе, тарту күші жоқ бізде. Түсініп қой, ешкім тартып жатқан жоқ, ол өзінен өзі сырғанап жатыр. Сондықтан сурет мынандай болады. Суретті мен мына жаққа салып көрсетейін. Мынандай бір көлбеу жазықтық бар екен, альфа бізге 30 градус, мына жақта бір зат бар. Иә, зат енді былай қарай қозғалып бара жатыр. Яғни S бізде былай қарай қозғалып бара жатыр. Әрине, осы қозғалысқа кері әсер ететін күш ол бізде артқа қарай кететін F келіс күші. Және бізде қандай күш бар? Реакция күші бар. Тарту күші жоқ, сол үшін мен салған жоқпын оны. Және mg деген күш бар. mg ауырлық күші. Бірақ оны мен былай ашатын едім. Біреуі mg косинус альфа болса, біреуі былай қарай mg синус альфа деп ашылады, екі қанат. Сонда болды, басқа нәрсе жоқ бізде. Енді бізде қандай еді Ньютонның ережесі? Егер курстағылар болса біледі, енді жартысы білмеуі мүмкін, себебі динамиканы мен алты апталыққа өткен жоқпын. Бірақ бұрыннан оқып отқандар біледі. Сол кезде мен айтқан едім, Ньютонның заңы бойынша ма, кеше де айттым, иә, Ньютон деген бабамыз менің түсіме кіріп кетті, сөйтіп маған айтты былай. Маны теңестір деді. Неге деп сұрасам, былай айтты. Ол бағыттас, яғни қозғалысқа бағыттас күштерді қосасын деді. Яғни mg синус альфаның алды оң болады. Ал оған қарама-қарсы болып тұрған кері қарай күштерді азайтып тастайсың. Сөйтіп барып ол кетіп бара жатты, Ньютон ағамыз. Одан кейін мен ойланып қалдым да, сөйтіп сұрадым. Ай, Ньютон ата, мынау n мен мынау mg косинус альфа mg дегендерді не істейміз деді. Ол кезде оларды алмай-ақ қой деді. Түсінді қой? Оларды алмай-ақ қой, себебі маған тек қана бағыттас немесе қарама-қарсылар ғана керек. Ал қалғандары маған керек емес деп айтты. Сол үшін осыны әрқашанда ескере кетейік. Көп оқушылар айтады, осы көлбеу жазықтықтағы затқа байланысты есептердің бәрін мен қателесемін дейді. Ол просто оп-оңай. Мынау сурет саласында осындай теңдеу шығарамыз. Ал егер тарту күші болса, онда әрине ол mg синус альфаға бағыттас болады. Бірақ ол енді бізде тарту күші жоқ. Сондықтан бізде үдеуді табу үшін істеу керекпін. А тең болады mg синус альфа, мынау f+c ашайын, мю mg косинус альфа болып ашылады. Бөлеміз массаға, массалар бәрі қысқарып кетеді сонда. Көп оқушылар білмейді екен, осылай азайтылып тұрса, мен mді қысқартсам, мынау не үшін қысқарттыңыз дейді. Бірінші біліп ал, ондай оқушылар болса, mді мен сыртқа қарай шығардым деп ойла, менен қысқарып кетті. Сонда ішінде g синус альфа мю g косинус альфа қалады екен. Немесе g-ді сыртқа шығарсам, ішінде синус альфа азайтылған мю косинус альфа. Негізі бұл формула дайын формуламен жазылған кейбір кітаптарда. Бірақ оның қалай шыққанын түсіндіңдер ғой осылай, иә? Енді орнына қойсақ, синус альфа бізде 0,5 екен. Үйкеліс коэффициентіміз 0,2. Ал енді ана косинус деген 0,87 болу керек. Жазылмай қалыпты. 0,87. Сыртында 10. Ал енді көрейік.
0,2-ні 0,87-ге көбейтейік бірінші. Мынандай шықты. Азайтамыз 0,5-ті. Көбейтеміз 10-ға. Сонда 3,26 деген шығар екен. 3,26. Так, 3,26 деген ол енді 4-ке жақын ба? 4-те 2-ге жақын емес, әрине 3-те 2-ге жақын. Сондықтан да Е жауабын белгілейміз. Неге таза жауабы шықпай қалды? Себебі 0,87 дегенде біз 0,86 десек болады. 0,2 көбейтілген 0,86 азайту 0,5 көбейтеміз неге 10-ға. Сонда 3-те 2 деген шығар екен, почти. Түсіндік қой, 0,86 немесе 0,85 бәрібір. Кеттік. Дене 3 км солтүстікке, сосын барып 4 км оңтүстікке қозғалады, дененің орын ауыстырумен жүрген жолы. Бұл өте оңай есептер. Механикада ең бірінші сабақта өткенбіз. Ең бірінші былайынан жүріпті 3 км, сосын барып оңтүстікке қарай 4 км, яғни қарама-қарсы жүрген екен. 4 км S1 және S2 қарсы. Значит, бірінші жол тап десе бәрін қоса саламыз. Жолдың формасы оңай. S жол, ол дегеніміз S1 қосылған S2, яғни қайда бұрылса да бәрібір ол жол. Басында 3 жүрді, сосын бар 4 жүрді, барлығы 7 км жолымыз. Ал енді орын ауыстыру дегеніміз, ол бір-біріне қарама-қарсы болса, екі бекеттерді азайтамыз. Яғни 3-тен азайтам 4-ті. Себебі бір-біріне бағыт қарама-қарсы. Сондықтан -1 км. Немесе енді минус деп алмаймыз ғой, бәрібір 1 км деп аламыз. Сондықтан да С жауабы болады екен. С және G болды. Келесі молекулалардың ретсіз қозғалысы дегеніміз ол бізде электромагнит толқын емес, әрине температура емес. Ретсіз қозғалысы деп температураның анықтамасын айтпаймыз. Ретсіз дегеніміз ол бірақ нәрсе бар, бұл жерде жылулық қозғалысы F. Броундық қозғалыс деген жоқ екен, сол үшін бір ғана жауапты белгілейміз. Зарядтардың сақталу заңы. Әрине ол бізде сақталу заңы Q1 қосылған Q2 қосылған Q3 кете береді Qn-ге дейін ол бізде конст болып қалады. Сондықтан да ол бірақ жауап бар екен, бұл жерде ол G жауабы. Қалғандары әрине заряд туралы айтып тұр мына жерде С жауабында, бірақ ол ондай нәрсе жоқ бізде. Сондықтан оларды сызып тастаймыз. G жауабы ғана дұрыс. Келесі, барлық нүктелерінің потенциалдары бірдей болатын бет, ол эквипотенциалы бет. В жауабы болады екен. Эквипотенциалы бет. Келесі, мына жерде барлығы бір жауап екен, көп жауаптылар. Суретте А жарық көзінен шыққан сәуленің жолы көрсетілген дейді. Мынау А жарық көзінен былай қарай келе жатады, былай қарай өтті. Енді линзаның фокус аралығы не? Фокус аралығы әрине 4. Линзаның фокус аралығы 4. Неге? Себебі мен жаңа ғана айттым, былайына параллель келе жатқан сәуле, ол линзадан өткеннен кейін фокус аралығында қиылысып өтеді. Бағанағы суретімізді қайтадан еске алсақ, міне F-те мен өткенім, міне F-тің бойынан өттім. Тура сол бойынан өттім, сонда бізде де ол 4 деген жауап болады екен. Келесі. Қысым бар, температура мынандай болғанда, көлемі мынандай. Газдың 2 литр сыққанда температурасы мынандайға дейін көтерілгенде қысымның өзгерісі. Мына жерде енді мына форманы қолданамыз. Клапейрон теңдеуі P1 V1 T1 ол тең болады P2 V2 T2 деген форманы қолдансақ, бізде бастапқыда P1-іміз бізде 1,5 көбейту 10-ның 5 дәрежесі болған екен, Паскаль 7 градус болғанда дейді, T1 7 градус 273 болса 280 кельвин. Көлемі V1 бізде 6 литр. Келесі жағдайда 2 литрге дейін сыққанда, қараш, мынандай сұрақ бізде. Сонда V2-ні біз 2 литр дейміз ба, әлде 6-дан 2-ні алып тастап 4 литр дейміз ба? Қайсысы дұрыс деп ойлайсың? Мысалы 2 литрден 2 литр азайтып тастады десе, онда 4 литр қалады. Болмаса 2 литрге дейін сыққан дейді. Сонда қайсысы дұрыс болады деп ойлайсыңдар? Сендерде енді көбісі осылай шатады, көбісі 4 деп қояды, көбісі 2 литр деп қояды, сол үшін шатаспас үшін былай дейін. Егер дейін деген сөз болса, онда ол екінші жағдай, яғни V2. Сонда V2 тең 2 литр. Ал егер 2 литрге деген шылауы болып, бар септігі болып, арғарай дейін болса, сонда 2 литрге дейін. Онда бізде
дельта В болады. 2 литр. Газды 2 литрге дейін, мына жерде ге деген ұмытып кетті ғой. 2 литрге дейін сыққанда. Сонда соңғысы 2 литр болады бізде. Түсінік қой, соңғысы 2 литр болады. Ал дельта В 2 литр болса, значит дельта В дегеніміз ол В1 азайтылған В2, мынау 6 болса, мынау 2 болса, мынау уже В2 бізде 4 болып қалады. Сонда 2 литрге дейін десе 4 литр. Ал жай ғана дейін деп тұрса, онда ол В2 деген сөз. Сонда бізде В2 қанша болды? 2 литр болды. Сонда сыға берген соңында бізде 2 литр қалды деген сөз ғой, енді жалпы айтқанда. 2 литр дейін, газды 2 литрге дейін сыққан. Дұрыс. Сөзден шатаспауымыз керек. Кеттік, температурасы 27 градус болыпты. 273-ке 27-ні қосатын болсақ 300 кельвин. Сонда Т2-міз бізде 300 кельвин болады екен. Т2 бізде 300 кельвин. Енді маған айтады, қысымның өзгерісін тап дейді. Яғни П2 бізде жоқ. Біз бірінші П2-ні тауып аламыз, сосын барып дельта П-ны табуымыз керек. Дельта П деген ол өзгеріс. Сондықтан орнына қойсақ, сразу формуладан табайыншы. П1 В1 Т1 тең П2 В2 Т2. Осыдан табарым менде П2, оны табу үшін мен Т1 былай қарай өтеді, Т2 былай өтеді, сонда П1 В1 Т2 бөлімде Т1 көбейту П2 В2. Міне, мынаны таптым. Керісінше. П2 жоқ қой уже бізде. Тек қана В2 қалады астында. Кеттік онда. П2 тең. П1-міз бізде 1,5 көбейту 10-ның 5 дәрежесі. В1-міз бізде 6 литр. 6 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Т2-міз бізде қанша? 300 кельвин. Астында Т1-міз бізде 280. Мынау 2 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Мынау мені қысқарады. 10-ның 5 дәрежесі тұра берсін мына жақта. Енді қалғанын көрейік. Көрейікші, мысалы 2 мен 6 кетеді, 3 қалады. Мынау кетті, мынау кетті, мынау кетті, мынау кетті, мынау кетті. Не қалды енді бізде? 1,5 көбейтілген мына жақта 3. Сосын барып 300. Так, бөлеміз енді. 280-ге. 4-те 8. 4-те 82. 4-те 82, 10-ның 5 дәрежесі. Басында 1,5 еді, кейін 4-те 82 болды. Сонда дельта П азайтатын болсақ, 4-те 82 көбейту 10-ның 5 дәрежесінен азайтамыз 1-де 5-те. Тең 3-те 32 болатын сияқты. Азайтамыз 1-де 5-те. 3-те 32. 3-те 32 немесе 3-те 3 деп алсақ болады. Яғни 10-ның 5 дәрежесі. А жауап шығады екен. Келесі. Дененің қозғалыс теңдеуі мынандай жылдамдықпен берілсе, массасы мына жақта көрінбей тұр. Массасы бір нәрсе килограмм денеге 10 секунд ішінде әсер ететін қорытқы күш. Әрине мына жерде массасы берілмегендіктен мен бұл есепті толық шығармаймын, бірақ формуласын көрсете кетейін. Бізде қорытқы күш дегеніміз күш өзі негізі м-ға тең. Масса мына жерде негізі берілу керек, және А-ны табу үшін сен мына формулада В0 плюс АТ деген формула. Осы жерде Т-ның алдында тұрған нәрсе ол А, яғни А тең 4. Ал мына уақытты не үшін берді десең, уақыт бізде ол жай ғана беріле салған нәрсе. Түсінік қой, жай ғана беріле сал, сендері өтірік алдау үшін. Сондықтан А тең 4 болады. 4-ті сен көбейтесің мына жақта берілген массаға. Бірақ енді нақты жауап бұл жерде айта алмаймын. Келесі, үстел үстіндегі массасы 40 килограмм, ұзындығы 0,5 метр бір текті сызық мынадай бір денені ұшынан тік көтеру кезіндегі оқушының атқарған ең аз жұмысы. Бұл жерде әрине білесіңдер ме? Мына денені сен кәдімгідей толық көтеретін болсаң жоғары қарай, онда mgh болады. Бірақ енді бұл толық көтерген жоқ, просто мына ұшынан ұстап тұрды да былай қарай көтерді. Сонда ол жарты жұмыс атқарады. А тең mgl бөлінген 2. Осы негізі бұл ерекше есеп. Кезінде жұмыс деген тақырыпта өткенбіз, челлендждің ішінде, бірақ ал бұрыннан оқып жатқандар біледі. Сондықтан да мынау дайын формула негізінде. А тең 40 грамм деген 40 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі көбейтілген 10 көбейту L дегеніміз 0,5 бөлінген 2. Мына мен мынау қысқарады 5. Ал енді ары қарай 40 көбейту 5 көбейту 0,5.
40 көбейтілген 5 көбейту 0,5. 100 10-ның 2 дәрежесі анамен 10-ның минус 1 дәрежесі болады. Немесе 0,1. А жауабы болады екен. Келесі қатаңдығы мынандай серіппені мынандайға созу үшін қажетті күш деп тұрса, онда К дельта X тең болады. Мынауымыз 1000-ға көбейтсек 400 болады. Ал мынау 25 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі. Яғни 4 көбейту 10-ның 2 дәрежесі көбейту 25 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі. Мынау мен кетсе 4-ті 25 көбейтсек 100. Сонда бізде Е жауап шығады екен. Бұл жолы сәл оңайлау есептер келген сияқты. Келесі гальвани элементінің батареясы I1 4 Ом кедергіні қосқанда, I емес екен ғой, кедергі екен ғой. Мынандай кедергіні қосқанда тізбектегі тоқ күші мынандай болады. Ал егер мынаны қосқанда мынандай болады деген есептерді мен көрсеткен едім. Тағы да көрсетейін. Сонда бізде есепте R1 берілген, ол бізде 4 Ом екен. Ол кезде бізде I1-іміз 0,2 ампер болады екен. Ал енді керісінше 10 алып тастап R2 бізде 7 Ом болатын болса, онда F2 бізде 0, F2 деппін ғой, I2. I2 бізде қандай болады? 0,14 ампер болады екен. Сонда бізде формулада бізде батареяның ішкі энергиясын тап дейді. Яғни мынаны. E тең I1 R1 қосылған R. Екінші жағдай үшін, мынау бірінші жағдай. Екінші жағдай үшін сол E өзгермейді. Себебі батарейка ғой, бір батарейка бәрі. Мынау I2 R2 мынау да өзгермейді. Себебі бір батарейка барлығы. Сонда қой, мынау сонда электр қозғаушы күші және ішкі кедергі деген ол батарейкаға қатысты шамалар. Батарейка екеуінде де бірдей өзгермейді, сондықтан да екеуіне де бір мән ала береміз. Бір минут. Екеуіне де бір мән ала береміз. Сонда екеуін теңестірсек болады деген сөз ғой. Себебі электр қозғаушы күштері бірдей. Сондықтан I1-дің орнына мен не қоямын? Мынаны жарым сәл азайтайық. I1-дің орнына мен 0,2-ні қоямын. Көбейтеміз. R1-дің орнына біз 0,2 R1 дегеніміз 4. Қосылған R тең 0,14 7 қосылған R. Ашатын болсақ 0,8 плюс 2R тең болады 0,14-ті 7-ге көбейтетін болсам 0,98 плюс 0,14 R болады екен. Енді мынаны R-ді былай өткіземіз, мынаны былай өткіземіз. Сонда 0,06 R тең 0,18 R тең не болады? 3 болады. В жауабы дұрыс болады. Келесі. Жазық айнаға түскен сәуле 15 градус бұрышпен шағылған, сәуленің шағылу бұрышын 3 есе арттыру үшін айналының бұрылу бұрышын не істеуіміз керек? Әрине бұрылу бұрышын қалай істеуіміз керек? Мысалы, мынау айна болсын, мынау біздің перпендикуляр болсын. Біздің жарығымыз. Мысалы, мынау жарықты мен қызылмен бояп көрсетейін. Біздің жарығымыз қып-қызыл болып былайынан жанып келе жатыр екен. Былайынан келді және былайынан өтті. Сонда оның шағылу бұрышы 15 градус болатын болса, мына бұрышы да 15 градус болады. Енді қараңдар. Шағылу бұрышын біз 3 есе арттыруымыз керек. Яғни 45 градус қылуымыз керек. Ол үшін айнаны қанша градусқа бұрамыз? Әрине, шағылу бұрышын сен үлкейту үшін сен айнаны бұру керексің астыға қарай. Яғни былай қарай бұрасың. Сонда сенің айнаң былай кетті деп ойла. Осылай қарай кетті. Енді өзің ойлашы, сенің нормалың да осылай бұрылады ғой, дұрыс па? Так, мынаны сәл көбірек бояйықшы, көбірек. Тұра берсін. Нормальде осылай бұрылады. Қазір. Сол айнаны былайынан бұрдық деп ойла. Былай қарай бұрдық. Сенің нормалың осылайынан тұрады. Дұрыс па? Не болмаса былай көрсетейін сендерге. Нормальді үзік-үзік қылып көрсетейін. Нормаль мынау бағанаға перпендикуляр, енді осы айнаға перпендикуляр болады. Так.
Сонда қарашы. Мына жерде мен мынаны қате салыппын, сәл 15 градусты кішірейтіп салу керек еді. Міне былайынан. Сәл бүйтіп кішірейтіп салайық. Енді қарашы. Сенің түсу бұрышың шағылу бұрышына тең, оны білесің. Альфа тең бета. Екеуі бір-біріне тең. Енді қара, сен мына айнаны бұрып тастадың. Сонда мынау сенің түсу бұрышың артады. Неге? Себебі мынау түскен сәулемен енді мынау n-нің арасы, яғни екінші n-нің арасы қандай болып қалды? 45 болып қалды деп ойла. Түсініп отырсың ба? 45 болып қалды. Себебі сенің шағылу бұрышында уже мына жақта болады. 45 болады. Немесе былай қайтадан көрсетейінші сендерге. Қазір мынаны өшірейін, керек емес нәрсені. Мынаны көрсетейін. Мынау да керек емес бізге. Мынау да керек емес. Осылай тұра берсін. Міне. Сендер білесіңдер, түсу бұрышы шағылу бұрышына тең. Сенің мақсатың не? Шағылу бұрышын 3 есе арттыру. Яғни басында сенің шағылу бұрышың 15 градус еді, енді 45 градус болу керек. Енді қараңдар, біз шағылу бұрышымен емес, түсу бұрышымен жұмыс жасайық. Енді қара, басында түсу бұрышы мен n-нің арасы 15 градус. Енді сен мынаны бұрып тастадың. Сонда сенің нормалің уже мына жаққа қарай қозғалып кетті деген сөз. Себебі сен айнаң қозғалса, нормаль де солай қозғалады негізінде, артқа қарай да. Түсіндің ғой? Сонда түскен жарық ол өзгермейді ғой, тұра береді. Бірақ мына жаққа қанша градус қосылды, тағы да 30 градус қосылды. Себебі мына 30 градус, мына 15 градус, бізде 45 шығу керек. Сонда түсу бұрышымыз енді жай ғана 15 емес, бізде 45 градус. Сонда сен айнаны қаншаға бұрдың? 30-ға бұрдың. Себебі сенің бастапқы түсу бұрышың мынаны бұрған кезде нормаль алыстай береді, яғни 30 градус тағы да қосылады деген сөз. Сонда 30 градусқа бұрамыз. Түсініп қой, басындағы градусты қаншаға арттырсам 45 болады деп жауап беруіміз керек. Сонда түсу бұрышымыз бізде 45 болса, әрине шағылу бұрышы да сондай болады. Ең оңай жолы бұл жерде пайда болған түсу бұрышы мен баяғы түсу бұрышын азайтсақ, бізде бұрылу бұрышы шығады. Келесі. Негізі бұның дайын формасы бар еді. Дәл қазір оны ұмытып тұрмын. Бірақ оны көрсетпей-ақ, суретпен-ақ осылай тапсақ болады. Келесі. Суретте көрсетілгендей салмақсыз жіпке ілінген массасы мынандай грамм жүкке массасы 20 грамм оқ тиіп, жүкпен қоса 20 см биіктікке көтерілсе дейді. Оқтың жүкке тиген мезеттегі жылдамдығы дейді. Басында оқ белгілі бір v1 деген жылдамдықпен келе жатсын. Оқтың жылдамдығы, бізге осыны сұрап тұр, бізге v1-ді сұрап тұр. Басында оқ қандай жылдамдықпен келе жатты. Енді ол мынаған кіріп кеткеннен кейін бұл екеуі бірігіп v' деген жылдамдықпен қозғалады. Түсіндің ғой? V' қозғалады. Сөйтіп v' қозғалып, мына жаққа келгенде жоқ болады. Оның жылдамдығы и бұл жерде потенциалдық энергия болады. Қазір біз екі тақырыпты қосып жіберейін деп тұрмыз. Қараңдар, сендер шатаспаңдар. Мынау қорапқа кіріп кеткеннен кейін уже оның жылдамдығы басқаша болады. Уже қорап екеуі ортақ жылдамдық пайда болады. Сондықтан да біз былай алып алайық. Бізде басында импульске салатын болсақ, оқтың массасы көбейтеміз. Оның жылдамдығы v1 қосылған. Енді қораптың массасы көбейтеміз қораптың жылдамдығына. Ол тең болады. Енді екі масса бір-бірінен қосылып кетеді. Серпім соқтығыстан кейін. Себебі мынау бірігіп кетті. Көрдіңдер ғой, сонда массалар қосылады. Одан кейін ортақ жылдамдық v'-пен қосылады. Енді осыған салатын болсақ, m1 v1 m1 дегеніміз бізде оқтың жылдамдығы 20 грамм, немесе 20 көбейту 10-ның 3 дәрежесі v1. Мына жері 0 болып кетеді уже. Себебі басында қорап тыныш тұрды. Значит, v2 бізде тең 0, уже мынау жоқ болып кетсе болады. Тең. Ары қарай 1980 грамм. Қосамыз 20 грамм. Бәрі 2000 грамм. Немесе оны 2 килограмм деп алса болады. Яғни жай ғана 2. Тең болады v', яғни көбейту v'. Міне, осындай нәрсе шықты бізде. Импульстен. Яғни бірінші дененің импульсі қосылған екінші дененің импульсі. Екінші дененің импульсі бізде 0-ге тең, себебі қорап басында 0
яғни қозғалмай тұрды. Қозғалмаса импульс нөлге тиді. Сондықтан оны алмадық. Сонда басындағы оқтың импульсі мен соңындағы осы екеуінің қосылғандағы импульс бір-біріне тең. Бірақ жылдамдықтар әртүрлі. Сондықтан да біз былай алайық. Екіні былай қарай өткізейік. Жоқ, мына санды былай қарай өткізейік. Сонда V1 бізде 2V' бөлінген 2 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі алайық. Мынаны. Сонда 2 мен 2 қысқарады. V' 100. Сонда біздің оқтың жылдамдығы 100 есе кеміп кеткен екен. Мынаған келгенде. Түсіндің ба? Себебі қара, басындағы жылдамдық ол соңындағы жылдамдықтан 100 есе артық. Сонда мысалы басынан примерно 500 болып келсе, мына жаққа келгенде 5 болып қалған. 100 болып келсе, мына жаққа 1 болып кеткен. Енді бізге осы V' табу керек. Оны табу үшін басындағы осы оқ пен қораптың бірге қосылғандағы кинетикалық энергиясы mv' квадрат mv' квадраты бөлінген 2, ал мына жақта mgh. Екеуін теңестіре аламыз. Сонда mv' квадрат бөлінген 2 тең mgh. Себебі бұл энергияны сақтау заңы. Енді массалары бірдей, себебі мына жақта да екеуінің массасы, мына жақта да екеуінің массасы. Мынамен қысқарады. Сонда біз нені табамыз? Жылдамдықтың квадратын табу үшін 2gh дейміз. Сонда V' өзін табу үшін түбірастында 2gh. Яғни орнына қоятын болсам, 2 көбейту 10 көбейтілген h-ымыз бізде 20 см, немесе 20 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі түбірастында. Яғни 2 көбейту 100, 2 көбейту 10 көбейтеміз 200 деп қой 20-ға. Бөлеміз енді 100-ге. Сонда түбірдің астында 4 шығады екен. Түбір астында 4, немесе ол 2. Сонда мынау оқ кіріп кеткеннен кейінгі жылдамдық, осы екеуінің ортақ жылдамдығы қанша екен? 4 екен. Ал бірақ маған оқ кіріп кеткеннен кейін емес, кірер кездегі, яғни кірмей тұрғандағы жылдамдық керек. Сол үшін V1-ді не істеймін? Табу үшін 2-ні көбейтемін 100-ге. Сонда басында ол 200 болған екен. Түсінді қой. Сонда қараңдар, бірінші мына кинетикалық энергия арқылы мен кіріп кеткеннен кейінгі жылдамдықты таптым. Сонда мынау теңдік арқылы мен кіріп кеткеннен кейінгі жылдамдық, яғни екеуі қалай қозғалады енді екеуі. Соны таптым. Одан кейін бастапқы кірмей тұрғандағы жылдамдық мен кіріп кеткеннен кейін жылдамдық мынау өрнек арқылы табылды. Импульс арқылы. Импульс пен энергия бір-біріне уже қосылып кетті бір есепте. Келесі, массасы 1 кг дене 10 метр секунд жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған дейді. Кинетикалық энергиясы потенциалдық энергиясына тең болатын биіктік. Әрине, бұл дайын формула. Егер жерден лақтырсақ, жоғары қарай көтерілсе, кинетикалық энергия мен потенциалдық энергия қай жерде теңеседі? Әрине, дәл ортасында. Сонда біз бүкіл биіктікті бөлеміз 2-ге. Сонда h максимум бөлемін 2-ге. Немесе h максимум формуласы v0 квадрат бөлінген 2g бөлеміз тағы да 2-ге. Немесе v0 квадрат бөлінген 4g. Сонда бүкіл биіктікті бөлсек 2-ге, тура ортасында екен. Кинетикалық энергия мен потенциалдық энергия теңесетін биіктік. Немесе ереже қылып жазбасаң болады. Кинетикалық энергия мен потенциалдық энергия теңесетін биіктік десе, онда ол v0 квадрат бөлінген 4g. Сонда орнына қойсақ 100-дің 10-ның квадраты 100 ғой. 100 бөлінген 4g 40. 2,5 метр. Бұл жерде килограмм ол артық берген. Әрине, ол енді килограмм мен массамен шығаруға да болады. mb квадрат деп. Бірақ енді ол сәл ұзақтау. Сондықтан да мынау оңай жол. Өте оңай жол, мынау тез жол. Ал мынамен шығарсаң, қазір бетесің сен. Бастапқыдағы кинетикалық энергияны табасың. Ол mv квадрат бөлінген 2. Яғни ол қаншаға тең болады? 50-ге тең болады. Сонда мына төбе жақтағы да энергиясы 50-ге тең потенциалдық энергия. Потенциалдық энергия 50-ге тең болса, тура ортасы ол 25-ге тең. Сонда 25 тең болады mgh десін. Осы жерден h табасын. 25 бөлінген mg, немесе ол 2,5. Мынау ұзақ жолы. mg форманы қолдану. Ал мынау оңай жол. Келесі. Толық энергияны тап дейді. Толық энергияның формуласы ka квадрат. Немесе мен кеше ғана айтқам, омега дегеніміз ол k бөлу m. Түбір астында.
Немесе осыны квадраттасақ, омега квадрат тең km. К деген ол омеганың квадраты mге. Сонда орнына m омега квадрат а квадрат деп тапсақ болады. А бізде масса бізде 1-ге тең. А бізде 0,8-ге тең. Ал омега деген ол 5-тің алдында, t-ның алдында тұрған нәрсе, яғни 5. Сонда орнына қойсам, e толық тең болады, масса бізде 1-ге тең. Көбейтілген омеганымыз 25. Мынауымыз 0,64. Бөлімін 2-ге. Мынамен қысқаса 0,32. 0,32-ні 25-ге көбейтсем 8 болады екен. Д жауабы 8. Келесі, екі ыдыста әртүрлі идеал газдар бар. Бірінші газдың молекулаларының концентрациясы екінші газға екіншісінен 2 есе кем. Ал бірінші газдың қысымы екіншісінен 3 есе артық. Бірінші газдың абсолют температурасының екінші газдың абсолют температурасына қатынасқандай. Ол үшін былай істейік. Мен екі бағанға бөліп қойын. Мынау бірінші газы болсын. Мынау екінші газы болсын. Енді формулада бізде не беріліп тұр? Бізде концентрация беріліп тұр, және қысым беріліп тұр, және температура беріліп тұр. Осы үшеуі бар формула қандай? P тең NKT. Енді қараңдар, бірінші газдың молекулаларының саны дейді. Молекулаларының концентрациясы екіншісінен 2 есе кем. Яғни мына екіншісінікі көп. Сонда мен N2 дегенге 2N деп қоямын. Ал N1 дегенге жай ғана N деп қоямын. Себебі мынанікі жай ғана N, ал мынанікі 2N. Түсінді қоя? Біріншісінікі екіншісінен қарағанда 2 есе кем. Міне біріншісінікі екіншісінен қарағанда 2 есе кем. Сонда келесі, ал бірінші газдың қысымы екіншісінен 3 есе артық. Сонда мынау P1 ол 3P болса, ал мынанікі жай ғана P2 ол жай ғана P. Енді температурасының қатынасын тап деп тұр. Сонда T1 бөлінген T2 деп тұр ғой бізге. Осын тап деп тұр. Енді әрине мына формуладан тын табатын болсам, T тең P бөлінген NK. K екеуіне де бірдей болады. Сондықтан T1 дегеніміз қаншаға тең? P1 бөлінген N1K, ал T2 дегеніміз P2 N2K. Бір-біріне бөлейік. T1 бөлінген T2, ол дегеніміз T1-іміз P1 бөлінген N1K бөлінген P2 N2K. P1-дің орнына қойсам 3P, N1-дің орнына қойсам NK көбейтуге айналады. N2-ның орнына 2NK бөлінген P. NK мен NK кетеді, P мен P кетеді, сонда 6 қалады екен. С жауабы дұрыс. 6 қалады екен. Келесі, өткізгіш контурындағы тоқшы I магнит ағыны мынандай индуктивтілік тап дейді. F тең Ли. Сонда осыдан L табатын болсам, F бөлінген I 80 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі бөлінген 4, мынамен қысқасы 20 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Немесе ол 2 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі. 20 милли Генрих деген Е жауабы дұрыс екен бұл жерде. Түсінді қой? Келесі. Тік жоғары 20 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған доптың максимал биіктікке көтерілу уақыты дейді. Әрине, тік көтерілу уақыты ол дегеніміз 10 бөлінген G. Дайын формула. Сонда ТК тең 20 бөлінген 10. Ол деген 2. Келесі, қатаңдығы мынандай, күштің әсерінен абсолют ұзару дейді. F тең K дельта X. Осыдан дельта X табам. Дельта X дегеніміз ол F бөлінген K. Яғни орнына қойсам, F дегеніміз 2 көбейту 10-ның 2 дәрежесі, K дегеніміз 2 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. Мынамен қысқарса, 10-ның минус 2 дәрежесі қалады. Немесе 10-ның минус 2 дәрежесі дегеніміз 0,01 метр, немесе ол 1 сантиметр. Міне, С жауабы бар екен, 0,01 метр екен. С жауабы. Келесі, тербелетін материалдық нүктенің ең үлкен жылдамдығы дейді. Әрине, жылдамдықтың формуласы А омега, дайын формуласы. Мынаны енді жылдамдықтың туындалуға болады, бірақ ол сәл ұзақ жолы, сол үшін жылдамдықтың дайын формуласы деген ол А омега. А деген 3-ге тең, омега деген ол 2π-ге тең. Көбейтетін болсам, жылдамдық тең 6π. 6π деген Е жауабы. Келесі, газдың берілген массасы үшін тұрақты қысымда өтетін процесс тұрақты қысымда десе, изобара ғой. С жауабы. Келесі,
идеал газ мынандай жұмыс жасап, А тең 60 килоджоуль жұмыс жасап, жылу мөлшерін алса дейді. Q тең 20 килоджоуль жылу алса. 20 килоджоуль жылу алса. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі қандай? Так, былай. Бізде формула Q тең дельта U қосылған A. Болды, осыған қоямыз. Дельта U тең болады Q минус A. Бізде ешқандай да A-ның алдына минус қою деген ондай нәрсе жоқ. Просто осы формуланы қолдана береміз. Сонда Q-ден 20-дан азайтамыз 60-ты тең бізде минус 40 килоджоуль болады. А жауабы. Келесі. Есептер көп қой что-то соңғы кездері. Так, ал кеттік. Шығарайық. Газдың абсолют температурасы 4 есе арттырғанда оның молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы қандай болады? Аха. Енді орташа кинетикалық энергияға айналдық па? Көрейік онда. Бізде P тең 3/1 так mn v квадрат деген бар. Бізде қайсы температура мен кинетикалық энергия? Температура және кинетикалық энергия екеуінің арасындағы байланысты табу керек маған. Температура және энергия. Оны қалай тапсам екен? Оны мен былай табайын. Мысалы, P-ның 3/1 mn n v квадрат деген формасы бар. Және қысымның тағы да nkt деген формасы бар. Сонда, мен бірінші мына формуланы ашып алайын. Бұл жерде бірінші кинетикалық энергияның формасы m(v) квадрат бөлінген 2 ғой. Осы жерде m(v) квадрат деген табайықшы. m(v) квадрат деген ол 2ға тең. Дұрыс па? 2-ні былай өткіземіз. Сонда мен мынаның орнына m(v) квадрат деген орнында 2ны қояйын. Сонда P тең 3/1. Мына жақта m мен v квадрат кетті. n көбейтілген 2k. Немесе 3/2 n2k қалады бізде. Түсіндік қой? Міне, мынау қорытынды формула. Негізі бұл дайын формула, бірақ ана жақтан қорытып алдық. Енді бізде қысымның nkt деген формасы бар, және 3/2 n2k деген формасы бар. Орнына қойсақ, теңестірсек, nkt тең 3/2 n2k. Мына жерде мынау қысқарады. Анау. Шатасын. n мен n қысқарады. Енді 2-ның өзін табайық. 2k дегеніміз 3 былай қарай көбейтіліп өтеді, 3 2 бөлініп өтеді. 2kt. Қарап тұрсақ, кинетикалық энергия температураға тура пропорционал. Сонда 2k тура пропорционал Т-ға бізде 4 есе арттырғанда, анау да 4 есе артады деген сөз. А жауабы. Сонда мынау екі форманы қолдандық. Ток күші берілген, магнит ағыны берілген, индуктивтілік тап дейді. Тура бағанағы формула алдындағы L тең F бөлінген I. Яғни 14 көбейту 10-ның -2 дәрежесі бөлінген 7. Мынамен ұқсаса 2 көбейту 10-ның -2 дәрежесі. Немесе мынау 20 миллигенрих деп алуға болады жауабы. Келесі мына есепті көрдік жаңа ғана. Е жауап шықты. Келесі энергиясы Е фотонның толқын ұзындығы дейді. Е тең H бөлу лямбда, осыдан лямбдадан табсам H бөлу Е. H бөлу Е. Д жауабы. Келесі Тынық мұхитында жағалауында жазда құрлыққа қарай, ал қыста мұхитқа қарай соғатын муссон деп аталатын желге негіз болған жылу алмасудың түрі. Әрине, бұл жерде булану деп тұр. Әрине, бұл булануға келмейді. Сәуле шығару деген, қараңдаршы, жылу алмасудың 3 түрі бар негізінде. Ж деп қойып. Жылу алмасудың 3 түрі бар. Біреуі сәуле шығару, сәулелену, сәуле шығару. Келесісі конвекция. Үшіншісі жылу алмасу. Немесе жылу өткізгіштік. Жылу өткізгіштік. Қараңдар, әрқайсына мысал келтірейін. Сәуле шығару деген ол, мысалы бір дене ол қызады. Ненің әсерінен? Күннің әсерінен. Дұрыс па? Мысалы күнге шығарып қой, бір нәрсе еріп кетеді, немесе темір қызып кетеді, ол сәуле шығарудың арқасында. Бірақ бұл жерде күннің түкке де қатысы жоқ. Себебі бұл жерде мұхит жағалауында құрлыққа қарай немесе яғни муссон деген ол жел ғой просто. Сондықтан ол сәуле шығару жатпайды.
жылу алу деген нәрсе жоқ. Жылу өткізгіштік дегенше, жылу өткізгіштік дегеніміз, мысалы бір темірді сен күйдірсең, отпен күйдірсең, ол темір, мысалы бірінші ұшын күйдіретін болсаң, мына ұшын күйдіретін болсаң, ол жаймен жылжи бастайды. Яғни темірдің бойымен өтіп бара жатыр. Бірақ ол темір деген нәрсе жоқ бұл жерде. Сондықтан ол да жауапты қате. Ал конвекция дегеніміз, мысалы қазір күннің ыстығында сен терезені ашып қалсаң, сенің үйіңе жылы ауа кіріп кетеді. Ауамен кіріп кетеді. Ауамен кіріп, былай қайтадан шығып кетеді десең, міне, ауа қозғалысында жылу алмасса, онда ол конвекция. Әрине бұл жерде ауа арқылы болады, сондықтан С жауапты белгілейміз. Келесі. S бар, N бар, V бар, период бар екен, айналып тұр дейді. Рамада болған индукциялық 2Q-ның амплитудалық мәні дейді. Ет тең VSN. Осы жерде еден табатын болсам, VSN бөлінген Т. Уақыт. Бірақ бұл жерде уақыт емес, период берілген екен. Уақыт қалай табамыз? Өздерің білесіңдер. Период деген ол Т бөлу N. Дұрыс па? N-нің орнына мен 1 қоямын. Себебі бір айналым. Бұл жерде N деген ол 100 орам деп ойламай қойыңдар. 100 орам деген ол орам. Ал айналу деген ол басқа нәрсе. Сондықтан да айналып тұр десе, бір айналымдағысын табамыз. Сонда 1-ді қойсам, Т тең Т болып қалады. Уақыттың орнына, яғни 0,1-ді қоя беремін. Сонда V дегеніміз 0,5, көбейтілген S дегеніміз 10-ның 2 дәрежесі көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр квадрат болады. Көбейту 10-ның тағы да 2 дәрежесі бөлінген 0,1. Мыналар жоқ болып кетеді. Сонда 0,5-ті бөлемін 0,1-ге. Бес деген шығады, бірақ бұл жерде 5 деген жауап жоқ. Басынан көрейік. V дегеніміз 0,5. S дегеніміз 100 көбейту 10-ның квадрат болса -2, -4 дәреже болады. Және N. VSN. Так, бізде периодты табу сәл қате болып қалады. Периодты табу бізде қате болып жатыр. Бізде мынандай формула бар тағы да. E тең V с омега N деген формула бар. Және синусы бар, бірақ бұл жерде ол синус туралы айтылмаған, сондықтан жазбаймыз. V с омега N деген формула бар. Бұл формуланы білмейді негізі көбісі. E-нің негізі 7-8 формуласы бар. Мысалы VL деген формуласы бар. Және мысалы мына жерде L-дің квадраты бөлінген 2 деген формула да бар. Мына алдында коэффициенттер бар. Ол жағын енді айта алмаймын, себебі ол есепке қатысы жоқ. Ал сонымен V с омега N дегенді қолданамыз. Бұл жерде E тең омега дегеніміз 2P бөлінген Т. Т деген 0,1, сонда 20P болады. V дегеніміз 0,5, көбейтілген S-іміз 10-ның 2 дәрежесі көбейту 10-ның -4 дәрежесі. Омега дегеніміз 20π көбейту. Так, V с омега кетті ма? Енді N, 10-ның 2 дәрежесі. Тең. Мына 0,5 пен 20-ды көбейтем. 10 болады екен. Мынау кетті. 10 болады. Мына жақта -4, мынау мен мынау кетеді. Сонда 10 көбейтілген мынау қалды. 31-де 4. А жауабы болады. Және С жауабы болады. Және G жауабы болады. А, С, G деген 3 жауап. Келесі. Неге сразу бірден келмеген? Ал тізбекте электр тоғының бар болу шарттары. Тоқ қай кезде бар болады? Так, тізбекте тоқ көзінің болуы. Әрине, тізбекте батарейка болу керек, тоқ көзі. Сондықтан да А дұрыс болады. Қазірше осыны тұра тұрайын, дұрыс деп, бірақ оған ұқсастары бар шығар. Еркін зарядтағы әсер ететін электр өрісінің болуы. Бұл да примерно дұрыс. Тізбекте конденсатордың болуы дұрыс емес, конденсатор керек емес, тоқ болу үшін. Тізбекте кілттің болуы жоқ, дұрыс емес, кілтсіз ақ тоқ бола береді. Тізбектегі тоқ
өткізгіштің төмен температурасы жоқ. Өткізгіште еркін электр зарядтарының болуы, осы дұрыс болады. Өткізгіш айналасында магнит өрісінің болуы жоқ, маңызды емес. Тізбектегі өткізгіштің жоғары температурасы жоқ. Міне осы үшеуі А, В және F. Сонда тізбекте ең бірінші тоқ болу үшін тоқ көзі болу керек, яғни батарейка болу керек. Батарейканы тықпасаң, сенің зарядың телефонның зарядталмайды. Түсіндің бе? Сонда тоқ болмайды деген сөз. Бірінші тоқ көзі. Келесі өріс болу керек. Өріс болмаса, just my universe емес, өріс, электр өрісі. Сондықтан ол өрістің арқасында бір-бірімен байланысады, тоқ жүреді. Келесі екіншісі заряд болу керек. Яғни плюс-минус деген зарядтар. Ондай болмаса, онда ол жүрмейді. Сондықтан осы үшеуін жаттап алыңдар. Бұл теория. Келесі мына есепті біз кеше ғана шығардық. Биіктігі 2 метр, 30 метр ДПТР деген нәрсені тап деген есеп шығардық, сондықтан тастап кетеміз. Алдыңғы сабақты көріңдер, егер көрмеген болсаңдар. Келесі жабық ыдыстағы массасы М газдың қандай да бір мөлшерін сыртқа шығып кеткенде дейді, қысымы 40%-ға, ал абсолютті температурасы 20%-ға кеміді дейді. Газ массасының өзгерісі. Былай істейік. П басында қысымы 1 болсын, мынау көлем өзгермейді, себебі жабық ыдыс дейді. Жабық ыдыс десе көлем өзгермейді. ПВ тең М1 бөлінген МР дельта Т1. Бұл біріншісі, бірінші кездегі. Келесі екінші кезде бізге П2 В тең М2 МР Т2. Азайтамыз бір-бірінен. Сонда P1 В азайту P2 В. Бұл жерде енді азайтқаннан көрі негізі бөлген дұрысырақ. Азайтсақ қазір мына жерде М-дердің бәрі қысқармай қалады. Сосын барып қайтадан орнына қоюға тура келеді, сондықтан бөлейік. Бөлген кезде В мен В кетеді, мынау үлкен М мен үлкен М, R мен R кетеді. Сонда P1 бөлінген P2, ол дегеніміз M1 M2 бөлу Т1 бөлу Т2. Әрине бізде басында P1-іміз ол P болып тұрады, ал Т1-іміз ол Т болып тұрады. Ал P2-ші бізде 40%-ға кеміді дейді. Яғни 40%-ға кемімсе 0,6 паскаль, яғни 0,6 П ғана қалған бұл жерде. 40%-ға кеміді десе 0,6 ғана қалды. Ал Т2 дегеніміз 0,8 ғана қалды бұл жерде. 0,8 Т қалды. Сонда орнына қойсақ, P1 дегеніміз ол жай ғана П, анауымыз P2 дегеніміз 0,6 П. М1 бөлу М2. Келесі көбейтілген Т1 дегеніміз ол Т, ал мынауымыз 0,8 Т. Мынау кетеді, мынау кетеді, сонда 1 бөлінген 0,6 тең М1 бөлу М2 тең 1 бөлінген 0,8. 1 бөлу 0,6 және 1 бөлу 0,8 не болады екен? 1 бөлу 0,6. Олай істемей қойық, бұлай істейік. 1 бөлу 0,6 дегеніміз 6 бөлу 10. Жоғары қарай көтерілетін болса 6-дан 10 болады. Яғни 6-дан 10 тең М1 бөлу М2 тең 1 бөлінген 8 бөлу 10 болса, 10 былай өтсе 10 бөлінген 8 көбейтілген 8-ден 10. Аха. Сонда тек қана М1 М2-ні қалдыратын болсам, мына жерде 8 бен 10 көбейтіледі, 80, мына жақта 60 болады. Немесе 80-ді 60-ға бөлсем, керісінше былай істейік. Бұл жерде М2-ні табайық. М2 дегеніміз 60 М1 бөлінген 80. Дұрыс па? 60 80-ге бөлейік. 0,75. 0,75 М1. Сонда қара, басында М1 болатын болса, соңында 0,75 М1 қалған екен. Сонда бізге өзгеріс сұрап тұр, өзгеріс десе азайтамыз. М1-ден азайтамыз 0,75 М1-ді, сонда 0,25 М1 қалады екен. Газ массасының өзгерісі қандай болады? Сонда 25%-ға кеміді деген сіз жауап дұрыс болады. Және бізде 0,25 М қалу керек еді. Мына жерде ондай жауап жоқ сияқты. Сондықтан енді 0,75 дегенді белгілей саламыз. 0,75 дегенді белгілей саламыз. Себебі екінші масса бізде 0,75 болды. Келесі, енді фототокс жапқыш кернеудің У тең 0,46 вольт
мәнінде тоқтайтын болса, ең үлкен жылдамдық қандай? EU тең mb квадрат бөлінген 2. Осы жерде жылдамдық табатын болсам, 2EU тең mv квадрат. V дегеніміз түбірасында 2EU бөлінген m. 2EU бөлу m. Аха, сонда 2EU бөлінген m. Дұрыс. Енді орнына қоя берейік. Жылдамдық дегеніміз 2 көбейту 1/6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі көбейтілген оғымыз бізде 0,46 бөлеміз массаға. Масса деген ол 9-да 1 көбейту 10-ның минус 31 дәрежесі. Басқа ештеңе жоқ, түбірасында. Тең. Енді 19 31 бізде үстінде 12 дәреже қалады. 10-ның 12 дәрежесі, бірақ ол 10-ның 6 дәрежесі болып шығады екен. 10-ның плюс 6 дәрежесі болады. Енді қалған сандарды есептейік. 2 көбейтілген 1/6 көбейту 0,46. Мынау бөлеміз 9-да 1-ге. Түбірасынан алсақ 0,4 шығады. Жылдамдық бізде 0,4 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. 0,4 көбейту 10-ның 6 дәрежесі дегеніміз былай. Біз 1000-ға көбейтейік. Сонда 400 көбейту 10-ның 3 дәрежесі метр секунд болады. Немесе мынаны біз километрге алайық. Сонда 400 километр секунд. А жауап. Және 0,4 10-ның 6 дәрежесі деген С жауабы. Және бұл басқа жоқ. Сонда А, С деген жауаптар болады. Келесі. Сонымен бүгінгі физика есеп талдаулары аяқталды. Келесі